Ойбай, жаңа алдындағы сұраққа әбден күлдім ғой. Енді мына сұраққа жауап берейін. Симфизит деген жоқ па деп. Кеше, кстати, больницаға барған кезде менің мынандай лобковый сүйектерім ауырып бастады ғой. Сонымен УЗИға түстік. Луна деген ба? Луно деген УЗИға түстік. Сөйтсек, оказывается, менде симфизит жоқ екен. Если симфизит болса 10 сантиметр ма или 10 миллиметр ма сондай ашылады екен. Менде 3 миллиметр деді, норма деді. Сонымен ондайды исключили симфизитті. Жоқ, тфай барлығы шүкір. Симфизит болса, онда кесарево жасаймыз деген. Бірақ барлығы шүкір, тәуір. Сұрақтарыңызды оқып өліп адым. Мынаның ішінде бар ғой, сұмдық сұрақтар бар. Жәндерім, рахмет сіздерге күнде қарап, маған уайымдап жүргендеріңізге. Қазір мен не істейін деп жатырмын, білесіздер ма? 6-шы этажға 2-3 рет түсіп мініп шығайын деп тұрмын. Может, толғағым кеп қалар деген үмітпен. Ал бисмиллахи. Сол, біздің, кстати, домда лифт жоқ. Бізде 6 этажды ғой, сол үшін ары-бері бір 2-3 рет түсіп шығайын. Может, пайдасы тиіп қалар. Бірденке результат болғатса айтам сіздерге. А то күні бойы жатам, отырам. Басқа істейтін іс жоқ. Қозғалайық кішкене. Көп жазып жатыр, лестницаға мініп түссеңіз көмектеседі деп. Қазір үйге барып түйенің суретін саламда, соның үстінен аттаймын еще. Енді ары бері жүріп сіздердің сұрақтарыңызға жауап бере берейін. Как простить мужа дейді. Смотря, я просто не знаю, какая у вас именно ситуация. Бәлкім изменадан ажырастыңыздар ма, или басқа бір ситуация болды ма. Простить дегенде, егер сіз өз қателігіңізді түсініп тұрсаңыз, адам өз қателігін мойындаудың өзі бір өнер ғой, былай қарап тұрғанда. Сол үшін, білмеймін енді, егер сізде шынайы сезім болса, неге кешірмеске? Егер ол адамның да сізге ойы түзу болса, онда қайтадан қосылып көруге стоит деп ойлаймын. Жасы оңай ғой, бірақ семьяны сақтап қалу деген ол оңай емес. Сол үшін ойланыңыз. Тұра тұршы, Зухра ханым сторисін көрсем жаңа. Ол да сұрауға келіп туайын деп жүр ғой енді. Лестницада мініп түсейін деп жатырмын деп қояды. Жаным, аман есен. Екі жаның бір қалсын. Өзі мен сияқты ақ көкірек аузына жүрегі көрінетін адам ғой. Қатты жақсы көріп ше. Любой уақыт бірдеңені сұрасаң ответ береді. Өте қарапайым. Андай тың деп звезда болып қалған адам емес те, өте жақсы көріп ше. Мен посудамды жуып, барлығын жайғастырып, қазір шашымды бояп береді. Інім краска алып келгенмін. Сол қазір шайымды ішіп болғасын красканы боятып, Сара екеуміз душқа түсіп аламыз. Сонымен мен бүгін кім молодец, мен молодец болдым деп қойыңыздар енді. Арасында осындай пысық болып тұратын әдетім бар енді. Көздеріңіз тиіп қалмасын, ауырып қалмайын ертең. Короче, планшетке Google'дан түйенің суретін скачать етіп, түйеден аттайын деп ойлағам ғой, сөйтсем зарядкасы отырып қалған ғой. 1 сағат болды зарядкалап атқаныма, әлі зарядкаланбай жатыр. Білмеймін, бұл бір белгі ма, бүгін тумайсың деген. Ойбай, қосылды, халқым, түйенің суретін аттайын деп жатырмын. Бексұлтан тойдан келе жатыр, айтып қойдым, касторовый масло келе, ойбай, касторовый масло ішем деп. Бұйырса барлығын жасап алайық, ертеңгі күнді күтейік енді. Иншалла деп. Ертең роддомға ерсілі барып жатсам, туайын деп жатсам, плотно тамақтанып алу керек. Көп кетеді, білем оны. Бүгін ем-домның қазақи салт дәстүрдің барлығын жасайын деп жатырмын ғой. Басталды де. Не келдің? Көрсейін әке. Ашы жамын дейді. Шыңғысты қойды ясыға да. Бургер әкеттім, құрма әкеттім, касторовый масло әкеттім, апельсиновый сок әкеттім. Сен свидетель болғасын қазір, жаным. Бургерді жеп алдым тыңқиып. Түсіресің ба видеоға, жаным, мен көрсетейін, халыққа да қозғын. Халық мен не ішіп атқанымды көру керек. Касторовый маслоның арқасында деген. Короче, наны суға салып ішу керек пе, наны бүйтем да, сосын напиток ішем ба? Мынаған асылға бастайын ба? Ойбай, ана қою, ой. 2 столовый ложка де, сонда бір
түгел болып кете ма сонда? Ойбай, мынаны қою екен точно. Мынаны қара, бір столовый ложкасы жартысы екен, сонда біреуін түгел ішу керек болып тұр ғой. Бисмиллахиррахманиррахим. Тағы да біреусін ішейін ба, или рисковать етпей қойма. Болды біреу жедеді. Болса болды, болмаса қалғанын келер ертең ішемін, чайың жартысын түгел. Көреген болмай жатса ертең тағы да ішемін. Көптен ішпей қойық. Нағып түрің бұзылып отыр. Жаным, түріне қараймын ғой, да жаңа ішіп тұрған құрсын. Сенің тұяғыңды жалғастыратын алыңды туы үшін не істемей жатырмын мен, айтшы. Ойбай, нағып айналайын. Асыл ердің тұқымын жалғастыру үшін не істемей жатырмыз, а? Өмірге алып Өз келіп уақытысымен келеді ғой. енді 3 күні жатқызып вызывающий саламыз деп отыр ғой, өзімді келмесе сол. Телефоннан түйенің суретін шығар. Астынан өтемін. Давай. Прям қоламаш ба? Прям, пожалуйста, істесінші, өтініш. Ұстап тұру керек қой біреу. Ой, ё-майо. Нағып қиналып отырсың сен, өзің туатындай. Епсін ауыз. Поддержка деген. Болмайтын нәрсеге сенесің да просто сен адам күйдіріп ше. Жоқ, енді көрейік та. Сонда вызывающиймен туғаным жақсы ма? Өзің ойлашы. Кесе сонымен туғасың да, қайтесің. Мә, сонда бәрі болып тұрмасаң, вызывающий ауыртады ғой мені. Ертең 4 күні вызывающий сұғамыз деді. Көрді? Так, мына түйенің қазір мына бар ғой, түйенің суретін қойып жерге қойып үстінен аттайын деп ойлағам ғой. Сөйтсем елдер жазып отыр, түйеден аттамайсың, түйені басыңа қоясың да астан өтесің дейді. Қайтып өтем? Бері өтсей? Иә. Ал бисмиллахиррахманиррахим, түйені былай ұста, астан өту керек болған мен. Өш қылмасың. Ұстап тұрмын ғой? Былай ұстап алады ғой, түйені қалай ұстап алады. Бисмиллахиррахманиррахим. 2, 3. Ойбай, 4 рет өтіп қойдым. Ойбай. Болды, құшы, ой. Адам күйдірген. Не, мен жақсы көрмей қалдым ба не? Сені сүйемін ғой мен жаным. Қайтып сүйесің, қай жер? Сені қайтып жақсы көрмеге Маған болады. нелер айтты ғой, нағып сендер сүйіспейсіңдер сен. Неге сүйіспеймін? Оқырмандарың сәл извращенецтер бар бөле ғой. Соны көрсету керек болып тұр. Әйтпесе сен театр. Астағфиралла. Ойбай, ана сөзден кейін. Қасиетті Рамазан айында не айтасың? Ойбай, сен өшекші. Сен шай қойсайын, ау өші бастауың бар. Тентексің ауыз бекітпейін ба? Сен жаңа дөнер жеп келдің. Дөнер жеп шай ішіп, құрма жеп ауыз бекітеді шығар адам. Дені солма сен. Дұға оқимыз қазір. Ұйықтаймыз ба дерек. Ол да болмайын деп жатыр. Шай беру керек екен ғой, ұмытып кеткенсің ғой.